Сәлеметсізбе? Мен бүгін өте оңай салат түрін жасап көрсететін боламын. Бізге бір дана қызыл пияз керек болады. Оны ұзынша етіп турап аламыз. Жарты лимонды алып, туралған пиязымыздың үстіне суын сығып, пиязымызды жақсылап өлтіріп аламыз. Bir dana қызыл болгарскийді аламыз, оны да ұзынша етіп тураймыз. Қалауларыңыз бойынша қызыл, сары болгарскийден қоссаңыздар да болады. Піскен етімізді де ұзынша етіп тураймыз. Кинзаны да ұсақтап тураймыз. Осылай бәрін бір ыдысқа саламыз. Осындай консервіде тұрған қызыл бұршағымызды да саламыз. Лимон суына өлтірілген пиязымызды да саламыз. Осылай бәрін ұзынша етіп турап болған соң, бір ыдысымызға зайтун майынан бір ас қасық, соевый соусымыздан бір ас қасық құйып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Сосын салатымыздың үстіне құямыз. Сосын аздап үстіне тұз саламыз. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Bir тал чеснокты майдалап турап саламыз. Ұнамаса салмасаңыздар да болады. Ащы ұнтақ бұрышын өз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар да болады. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Бетін жауып 15-20 минутқа қоямыз. Осымен салатымыз дайын. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.